Бір ұлт, екі мемлекет. Оңтүстігінде демократия, капитализм, кей-поп пен озық технологиялар. Ал солтүстігінде диктатура, кедейлік, жоқшылық және ядролық қарумен қорқыта беретін бөшке шалдың немересі. Қалайша бір елде тұрған, бір тілде сөйлейтін, бір дінді ұстанған ұлт бір-біріне мүлдем ұқсамайтындай екіге бөлініп кетеді. Биыл біз Ұлы Отан соғысы жеңісінің 80 жылдығын тойласақ, бір тұтас ұлттың бөлінгеніне де 80 жыл толған екен. Ендеше кәріс ұлтының қасіретіне айналған бұл қанды оқиға қалай болғанын айтып берейік. Бұл видеодан кейін Корея қалай әрі не себепті бөлінгенін және ұлт ретінде бірігіп, өз басыңа қожа бола алмаған халықты не күтіп тұрғанын түсінесіздер. Армысыздар, бұл Friday Time арнасы, менің есімім Тілеухан Шыңғысханұлы. Бұл арнада тарих арқылы бүгінгі күнімізді түсіндіреміз. Ендеше Кореяның бөліну тарихы кеттік. Мың өліп, мың тірілген деген жұмекеңнің теңеуін кәрістерге де қолдануға болады деп ойлаймын. Себебі бұл кішкентай ғана ел кезінде Қытайдың, сосын моңғолдардың, ақыры жапондардың ықпалымен отарында болған. Соңғыларына сәл тоқтала кетейік. 1905 жылы Орыс-Жапон соғысында кішкентай ғана Жапония алыптай Ресей империясын жеңіп шығады. Нәтижесінде Корея түбегі Жапон империясының ықпалына өтіп, 5 жылдан кейін, яғни 1910 жылы толыққанды оның отарына айналады. Жапондықтар Кореяның өзінің өсіп келе жатқан империясы мен экономикасының қажеттіліктеріне аяусыз қолданады. Жапония Кореядан тегін не арзан жұмыс күшін, күріш сияқты өте маңызды ауыл шаруашылық өнімдерін, қазба байлықтарын, тағы да басқа ресурстарын ашкөздікпен сора бастайды. Бұның салдарынан кәрістердің онсыз да нашар тұрмысы одан әрі төмендеп кетеді. Жапондықтардың Кореяға кіріскен соншалық кәріс ұлтын мәдени тұрғыда толыққанды жойып тастап, ассимиляциядан өткізбек болады. Яғни кәріс тілінде сөйлеуге, кітап жазуға, газет шығаруға тыйым салынады. Театр, музей сынды көптеген кәріс мәдени мекемелер жабылады. Тіпті жаңа туған кәрістің балаларына да жапон есімдерін қоюға мәжбүрлейді. Кім біледі, 45 жыл болмағанда жапондар көздегеніне жетер ме еді? Дегенмен, Жапон оккупациясының оң жақтары да болған. Осы кезде Корея экономикасы көптеген салаларда өсу үстінде болады. Мәселен, Сеулда электр қуаты, троллейбустар, канализация, телефон, телеграф пайда болады. Жапондықтар Кореяда мектеп ашып, үлкен заводтар мен темір жолдарын сала бастайды. Мысалы, басында 1905 жылы кәрістер арба мініп жүрсе, екінші дүниежүзілік соғысына таяу Кореяда 6000 километр темір жолдар салынады. Осылайша Кореяның болашақ өнеркәсібінің іргесін жапондар салып кетеді. Әлбетте, Жапония бұны кәрістерге мейірім оянып, жақсылық жасағысы келгеннен емес. Қайта керісінше, жаңа колониясын тиімді басқарып, кәрістердің ұлттық санасын жойып, ресурстарын тез әрі ыңғайлы сорып отыру үшін істейді. Кез келген империяның сол баяғы әдеті. Тағы бір маңызды мәселе, бұл кезде Корея отар болса да бөлінбеген тұтас мемлекет болатын. Осылайша кәрістер өз елінде екінші сорттағы адам ретінде Жапон империясының құрамында екінші дүниежүзілік соғысын қарсы алады. Бұл сұрапыл соғыстың кезінде жапондықтар кәрістердің еркектерін әскери өнім шығаратын заводтарында аяусыз жұмысқа салып, соғысқа алып кетіп жатса, қыздарын жапон солдаттарын қанағаттандыру үшін жұбаныш үйлері деп аталатын жерлерде күң ретінде қолданады. Жалпы жапондардың кәрістерге көрсеткен қорлықтары жайлы әлі де бөлек видеода айтармыз. Ал әзірше 1945 жылы Жапонияға соғыс жариялаған Кеңес одағының қызыл әскері Корея түбегін жапондықтардан тез тазартады. Бұл кезде американдықтар Жапон аралдарында самурайлармен арпалысып жататын. Сол себепті Кеңес одағы Корея түбегін толық басып алып, Шығыс Германиядағыдай коммунистік билік орнатса болар еді. Алайда ақш-тың екі офицері Дин Раск пен Чарльз Боунстил шұғыл түрде картаны ашып, 38-ші параллельді шекара ретінде белгілеп, Кеңес одағына Германия сияқты Кореяны екі ықпалды аймаққа тең бөліп алуды ұсынайды. Бір қызығы, Сталин бұл ұсынысты қабылдайды. Кім білет, Еуропадағы маңызды шаруалардан кішкентай ғана Кореяға алданғысы келмеді ме, әйтеуір осындай оңай олжаны ақшқа бере салады. Қалай болғанда да солтүстік Корея Кеңес одағының, ал оңтүстік ақштың ықпалында қалады. Бастапқыда екі алпауыт держава Кореяны бірлесіп, басқарып, кейін тәуелсіз біріккен мемлекет ретінде қайта құрмақ болады. Тіпті бұл шешімді 1945 жылдың желтоқсанында екі ел арасындағы Мәскеуде өткен конференциясында жариялайды. Алайда дәл осы жерде проблема туындайды. Өткен видеоларымыз айтқанымыздай, ақш пен Кеңес одағы ортақ жауы Германия жеңген соң, үш қайнаса да, тіпті 10 қайнаса да сорпасы араласпайтынын тез түсініп, арасы күрт суи бастайды. Соның кесірінен екі тарап біріккен Кореяны коммунистік не капиталистік үлгіде қалдыратын шеше алмай далы болады.
Ақыры келісімге келе алмаған ақш оңтүстікте 1948 жылы 15 тамызда капитализмге негізделген Корея Республикасын құрса, оған жауап ретінде Кеңес одағы солтүстікте 9 қыркүйек күні социализмге негізделген Корея Халық Демократиялық Республикасын құрады. Осылайша тілі бір, мәдениеті бір, ұлты бір халық екіге бөлінеді. Осылайша тағы да Кореяның тағдырын кәрістердің өзі емес, басқыншылар шешеді. Бұл дүниеде әлсіздердің көрергені осы. Бәлкім кей адамдардың біздің ел не үшін мықты держава болу керек деген сұрақтың жауабы осы Корея мысалында жатқан шығар. Әлбетте, екі Кореяда көршісінің билігін мойындамай, елді өз билігінің астында біріктірмек болады. Соның себебімен дипломатия арқылы шешімге келе алмаған екі тарап 1950 жылы 3 жылға созылған 3 миллиондай адамның жанын қиған қанды соғысты бастап кетеді. Бұл соғыстың барысына кіріспес бұрын сол кездегі Кореяның жағдайына сәл тоқтала кетейік. Негізінен Корея Жапон оккупациясынан құтылғанымен бостандық ала алмайды. Себебі бір империяның орнына екі империяның Кеңес одағы мен ақш-тың тәуелділігіне түседі. Тіпті екі Кореяның басшыларын да осы екі мемлекет тағайындайды. Коммунистік Кореяны жапондарға қарсы соғысының батыры, Мәскеуде білім алған, халықтың сүйіспеншілігіне бөленіп жүрген Ким Ир Сен басқарса, оңтүстік Кореяны ұзақ жылдар бойы ақш-та өмір сүріп, онда бакалавр, магистр, тіпті доктор дәрежесін алған Ли Син Ман басқарады. Арғара екі Кореяда осы екі үлкен ағаларының көмегімен дами бастайды. Кеңес одағының әскери инструкторлары солтүстік Корея әскерін құрып, жаттықтыра бастайды. Инженерлері болса, инфрақұрылымын көтереді. Яғни Кореяға қыруар қаржы салынады. Оңтүстік Кореяда сәл кешік болса да ақш-тың көмегімен дәл сондай процестер жүреді. Екі империяның жасаған осыншама жомарттылығы кәрістерге жан ашығаннан емес, қайта өз ұпайын түгендеп, жер деп аталатын шарикте ықпалын арттыру үшін жасайды. Яғни Корея ақш пен Кеңес одағының енді ғана басталып келе жатқан суық соғысы деп аталатын ұзақ қақтығысының алғашқы майдандарының бірі болатын. Және Корея соғысы осы екі алып державалардың келісімінсіз басталуы мүмкін емес еді. Мысалы, Сталин бастапқыда ядролық тұздығы бар 3-ші дүниежүзілік соғысы басталып кетеді деп қауіптеніп, бұл соғысқа қарсы болады. Себебі 45 жылдан бері ақш-та атом бомбасы болса, Кеңес одағында ядролық қару тек 49 жылы пайда болады. Оны өздеріңіз білетіндей, қазақтың жерінде Семей полигонында сынақтан өткізеді. Тіпті ядролық потенциалдар теңелсе де, Сталин бұл соғысқа келісім бермейді. Тек Ким Ир Сен табандылық танытып, Сталинге үсті-үстіне хат жазып, өзінің тез әрі оңай жеңіске жететініне, ең бастысы ақш оңтүстік Кореяға болыспайтынына сендіргеннен кейін ғана мұртты диктатор соғысқа келісім береді. Оған қоса Сталинмен қатар Ким жолдас Мао Цзедун жолдастың батасын алады. Осылайша 1950 жылдың 25 маусымында, яғни осыдан 75 жыл бұрын, солтүстік Корея әскері 38 параллельдағы шекараны бұзып, оңтүстікке кіреді. Соғыстың басталысымен ақш бірден жаңа құрылған Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесін жинап, басқыншы солтүстіктен оңтүстік Кореяны қорғау үшін әскери кіргізуге резолюция, яғни шешім қабылдайды. ақш бастаған Біріккен ұлттар ұйымының әскері көмекке келсе де, сол кездегі заманауи қару-жарақпен жабдықталған мықты дисциплинасы бар солтүстік Корея әскері небәрі 2 айдың ішінде Сеулмен қоса Корея түбегінің 90%-ын басып алады. Тек оңтүстіктегі Пусан қаласы мен сонда қашқан Ли Син Ман үкіметі қолға түспей қалады. Мінекей соғыс бітіп, Корея бірігіп, жеңістің ауылы жақын қалғанда кенеттен жағдай күрт өзгеріп кетеді. Коммунистердің жоспарын ақш-тың әйгілі қолбасшысы генерал Дуглас Маккартур бұзады. Бұл генерал екінші дүниежүзілік соғысының кезінде Тынық мұхитындағы оңтүстік батыстағы ақш әскерінің қолбасшысы болатын. Жапонияның капитуляциясында осы қабылдайды. Маккартур өзінің әскери өнерін Корея соғысында да паш етіп, әлі күнге дейін қайталанбаған әскери операциясын іске асырады. Бұл операция былай болады. Сеулдың қасында Инчхон деген порт бар. Ол жерде десант жасау өте қолайсыз. Сәйкесінше, жау бұл жерден шабуыл күтпейді. Осыны ескеріп, Маккартур Инчхонға теңізбен әскери жеткізіп, десант жасауға шешім қабылдайды. Оған қоса, Пусан периметрінде 160 мың солдат пен 500 танк жинақтап, бір мезетте екі тараптан күтпеген шабуыл жасайды. Нәтижесінде бастапқыда коммунистердің шабуылы қалай тез болса, шегінуі де, тіпті қашуы да тез болады. 38-ші параллельге жеткеннен кейін ақш бастаған Біріккен ұлттар ұйымының әскері мен оңтүстік Корея әскері жауды толық қирату үшін шекараны асып, Пхеньянды басып алып, ары қарай Қытай мен Кеңес одағының шекарасына жақындап келеді. Идеологиялық одақтасы кәріс коммунистерінің жаудың басым күштеріне төтеп бере алмай жатқанын көрген Мао Цзедун жолдас 250 мың әскер жіберіп, Ким Ир Сен әскеріне көмекке келеді.
Ал үлкен соғыс басылып кетуіне қауіптенген Сталин тек авиациясымен ғана болысады. Нәтижесінде коммунистер қайтадан американдықтар мен одақтастарын оңтүстікке қарай ығыстырып, Сеулды тағы да басып алады. Қару-жарақ пен тағы да басқа жабдықтың жетіспеуіне байланысты шабуыл қарқыны басылып қалады. Бұны қолданған ақш әскерін күшейтіп, коммунистерді тағы да қуып, Сеулды қайтарып алады. Бірақ бұл жолы екі тарап қанша шабуылдаса да 38-ші параллельдің төңірегінде тұрақтап, майдан шебі еш жылжымай қояды. Ақыры осындай тартыспақ еш нәтижесі болғандықтан екі жақ 1952 жылы келіссөз бастап кетеді. Ал 1953 жылы Сталиннің орнына келген Хрущев нәтижесіз әрі шығынды қанды соғыстан тез құтылғысы келіп, бітімге келуге ыңғайланады. Американдықтар да бұл соғыстан шаршап, бітімді қолдайды. Үлкен ағалардың нұсқауымен Қос Корея келіссөздерін бастайды. Бірақ келісімге келе алмағандықтан уақытша бітім жасайды. Яғни толық бейбіт келісім емес, уақытша бітім келісімі. Осылайша Қос Корея елдері компромиске келе алмаған Кеңес одағы мен ақш-тың амбицияларының құрбаны болып, екіге бөлініп, миллиондаған азаматынан айырылып, әлі күнге дейін ресми түрде соғыс үстінде келеді. Сол себепті әлі күнге дейін шекарада бір-біріне қарап қақиып тұрған кәріс солдаттарын көруге болады. Видеоның басында айтқанымыздай, егер сен ұлт ретінде бірігіп, өз басыңа қожа бола алмасаң, сені басқалар билеп төстеп, тағдырыңды шешетінін Корея мысалында анық көруге болады. Соғыстың бітісімен Қос Корея елдері үлкен ағалардың үлгісімен дами бастайды. Ким Ир Сен солтүстікте Ленин ата бастаған сара жолмен коммунизмді құрады. Бастапқыда көптеген өндіріс орындары мен қазба байлықтары солтүстікте болғандықтан коммунистер елі 60-шы жылдарға дейін оңтүстіктен ілгері болады. Бірақ көп замай жағдай өзгеріп, оңтүстік Корея әлде қайда озып кетеді. Қазіргі таңда кореялық диктатура дегенде бірден Ким әулеті бастаған солтүстік Корея ойымызға келеді. Алайда бастапқыда екі жақта да диктатура қатаң болады. Ли Син-ман солтүстік көршісінен қалыспай, өз елінде коммунистердің көзін жойып, жемқорлыққа батқан үкіметті құрады. Оған наразы болған халық көтеріліс жасап, Пак Чон Хе генералы билікке келеді. Бұл кісі де диктатура орнатады. Алайда оның саясаты оң әсер беріп, Ханган өзеніндегі ғажайып деп аталатын экономикалық өркендеу мен қазіргі жайқалған Корея Республикасының іргесін қалап кетеді. Егер де оңтүстік Кореяның экономикалық ғажайыбы қалай болғанын білгіңіз келсе, комментарийлерде жаза кетіңіздер. Міндетті түрде бөлек видео жасаймыз. Енді әдеттегідей алыстағы Корея соғысының бізге, қазақ еліне қандай әсер бергені жайлы қысқаша айта кетейік. Оны түсіну үшін осы видеоны қарап отырған мониторға қараңыз. Немесе үйіңіздегі телевизор, тоңазытқыш, кондиционер сияқты тағы да басқа тұрмыстық техникаға, немесе мініп отырған көлігіңізге қараңыз. Әйтеуір айналаңызға қарасаңыз, Кореяда жасалған затқа көзіңіздің шалынуы сөзсіз. Одан қалды мүләйімсеген кәрістің жігіттеріне еліктеп жатқан жастарыңызға қараңыз. Ал Корея сериалдарындағы кейіпкерлердің атын туған баласына қойып жатқан қазаққа не дейсіз? Кореяның бізге мәдени әрі экономикалық ықпалы өте зор. Егер сол соғыста коммунистер жеңіп шығып, Корея басқа жолмен дамығанда, бәлкім бұның бәрі болмас па еді. Бірақ тағдырдың жазғаны осылай болды. Осы видео арқылы біздің үйреншікті өміріміздің қалыптасуына қатты әсер етіп келе жатқан Кореяның неден басталғанын айтқымыз келді. Ал сөздің соңында жалпы азаматтық соғыс жайлы айтқым келеді. Негізі, Құдайға шүкір, біздің елімізде азаматтық соғыстың феномені таңсық болып келеді. Себебі біріншіден, өткен ғасырдан өткен бұндай соғыста біз қызылдардан да, ақтардан да бірдей зиян көрдік. Ал екіншіден, оның қасіретін Ұлы Отан соғысының қасіреті басып кетті. Сол себепті, қалайша қандас бауырыңды бір идея үшін өлтіруге болады деп таңдануымыз мүмкін. Жалпы азаматтық соғыс негізінен идеологиялық, территориялық, экономикалық, мәдени, діни немесе саяси қарамайшылықтардан туындайды. Менің ойымша, біздің елде арам пиғыл оңбаған бүлікшілер азаматтық соғыстың отын жаққысы келсе, мына қарамайшылықтарды қолданар еді деп ойлаймын. Мынау оңтүстіктен, мынау батыстан, мынау мәңгірт, мынау арабқұл, мынау шалақазақ, мынау тағы да біреу деген сияқты. Бұл өте қауіпті. Сол себепті келесі жолы қандасыңызды немесе отандасыңызды шеттетіп бөліскіңіз келсе, бұның арты неге алып келуі мүмкін екенін Корея, Югославия, Испания немесе мына көрші 90-шы жылдардағы Тәжікстан тарихының мысалына көз салыңыз. Бүгінге осы, әдеттегідей видеомыз өтсе, лайктарыңыз бен пікірлеріңізді аямаңыздар. Бұл әрекеттеріңіз арнамыздың дамуына өте қатты әсер етеді. Ал комментарийлерде алдағы уақытта Корея біріге ала ма және бірігу үшін не істеу керек деген сұраққа жауап берулеріңізді сұраймыз. Келесі көріскенше бар болыңыздар.